Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай шарлотканың рецептісін ұсынатын боламын. Өте дәмді әрі оңай жасалу жолы. Ең алдымен біз жұмыртқамызды жақсылап бір миксерлеп аламыз. Сосын қантымызды жайлап аз-аздан салып отырып миксермен араластырамыз. Миксердің жылдамдығын бірден көтеріп жібермеңіздер, жылдамдығын жай-жай көтеріп отырып миксерлейміз. Массамыз әппақ боп көпіргенше миксерлеп жақсылап араластырамыз. Масса әппақ боп көпірген кезде миксерді өшіреміз. Сосын 20% қаймағымызды салып, еріп тұрған сармайымызды құйып, силиконды лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Массаны басып алмай, әдемілеп араластырып шығамыз. Араластырып болғанымыздан кейін ұнға қамыр қопсытқышты салып, араластырып, массамызға сетаның көмегімен өткізіп саламыз. Яғни барлығын бірден салып жібермейміз, онды бөліп саламыз. Силиконды лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай комок қалдырмай жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды формамызға салып, әдемілеп бетін тегістеп шығамыз. Дағыны алмамызды бетіне салып шығамыз. Алманы осылай алдын ала турап аламыз. Осы міне алмамызды салып болғанымыздан кейін 170 градуста 45 минутта пісіп шығады. Өте әдемі болып піседі. Өте дәмді, жасалу жолы да оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айзада. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар.